школу опоздаю. Увидимся. Папа! Действия правонарушителя необходимо квалифицировать по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Оглашается приговор именем Российской Федерации. Ногайский районный суд Республики Дагестан в составе, руководствуясь статьями 304, 307, 310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил признать Магомедова виновным по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Ноғай халқым, менім ноғайым, мені тыңла, бір зат айтайым. Діннен тайыпсың, кәпірлерге қосап, шайтан күліп тұры саға қарап. Тыңла мені, халқым ноғайым, айтып болған заман айтып қалайым. Қой сен ол арам амал қылуды, зина ету, тарту, ішкіді. Сен қайт бізім Құдай Аллаға, тек бір оға қылып тұр ибадет. Инанма айлеші қатынларға, неге десен, шариат бізім тек бір әдет. Болаяқ қыдырғанын ноғайым, дінге қайтайық, сені тілейім. Құран оқып, оныман яшайық, дұрыс елдан адасып таймайық. Солай халқым, дінді еналып, Алла Тағаладан дуа тілейік. Берсін бізге шынты нәсіплік, елді, тілді, дінде де бірлік.